Ел болып қызу талқылап жатқан екпе мен донорлық мәселесіне қатысты денсаулық сақтау министрлігінің өкілдері түсініктеме берді. Қызу талқыланып жатқан жаңа денсаулық кодексіне сәйкес елімізде мәйіттік донорлыққа қарсы адамдардың арнайы тізімі жасалады. Елімізде бүйрегін ауыстыруға мұқтаж 2500 адам кезекте тұр. Трансплантация жасайтын дәрігерлер тағы да бұлғағып отыр. Мәйіттен орган алу мүмкін емес болып кетті. Ардақты ағайын, әр тартта бер тарт болған халық денсаулығы туралы кодекске қайтыс болған адамдардың ағзасын рұқсатсыз донорлыққа алу талабы енгізілмейтін болды. Десе де одан өзге міндетті скрининг бар, азаматтардың алғашқы медициналық көмекті көрсетуге міндеттеу бар. Одан бөлек екпеге қатысты талап тілектер әлі қалып отыр. Десе де 38 қоғамдық ұйым бұл кодекстің қабылдануына қарсы. Неге? Ашық алаңда айтайық. Ұлттық арнада ашық алаң, студияда Нартай Аралбайұлы. Қомының құны құймалтынан қымбат қазақ елі, ассалаумағалейкум. Ұлттық арнаның тікелей эфирінде ашық алаң қоғамдық саяси ток-шоуы. Бүгін енді біз айтатын тақырыпты айттық. Халық денсаулық және денсаулық сақтау жүйесі туралы кодекске енгізілетін өзгерістер туралы. Дұрыс қой, мәжілісте әлемді қарастырылып жатыр. Дәл осы тақырыпқа қатысты айтар ойларыңыз болса, тікелей эфир телефонына хабарласыңыз, әлеуметтік желіге жазыңыздар, және құрметті студия қонақтар, сіздерде ашық микрофонға шығыңыздар. Халық денсаулығы дегенсіз сізбен бізге міндетті түрде бұл қатысты дүние. Енді қараңыздар, елімізде халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы кодекс 2009 жылы 18 қыркүйекте қабылданды бұған дейін. Кодекс 10 бөлімнен 186 баптан тұрады. Мінекей экраннан көрсеңіздер болады. Баптарын алғашқы сұрақ Дінмұхамед мырза сізге. Енді кез келген заңға өзгеріс енгізу дегеніміз бұл заң талаптарының дұрыс орындалмай жатқанының немесе қандайда бір бұрын ескерілмеген жайттардың бар екенін айғақтайды. Дұрыс қой. Дәл осы кодекске өзгеріс енгізу туралы талаптың шығуына не себеп болды? Осы екеуінің. Рахмет сөз бергеніңіз үшін. Негізінде бұл кодекске өзгерістер енгізіліп жатқан жоқ. Бұл жаңадан жазылып жатқан кодекстің жобасы. Жаңадан. Осы 2009 жылға дейін нақты денсаулық сақтау саласы бойынша құқықтық қатынастарды 11 заң реттейтін болған. 2009 жылы 18 қыркүйекте қазіргі қолданыстағы кодекс қабылданып, сол 11 заң күшін жойған өзін. Негізінде бұл біздің денсаулық сақтау жүйесі үшін өте андай алға басар енді әрекетіміз болған. Негізінде заңнама саласы бойынша енді. Өйткені бұл кодекс ол нақты денсаулық сақтау саласындағы сұрақтардың барлығын реттеу үшін жүйелендірген акт, нормативтік құқықтық акті болып табылады. Сіз дұрыс айтасыз, өзгерістерді не үшін енгізетінін дұрыс сұрақ қойдыңыз. Негізінде біз есептедік, осы күнге дейін қолданыстағы кодекске 80-ге жоқ рет өзгерістер мен толықтырулар енгізілген болатын. Сонымен қатар сіздерге мәлім, қазіргі осы өмірімізде бәріміз енді бүкіл барлық салада болса да дамып келе жатыр, дүниеде, соның ішінде өзіміздің елімізде де. Енді соны алға басу үшін бізге қайтадан 81-ші немесе 82-ші рет кодекске өзгеріс енгізбеу үшін біз осындай немен шықтық. Жаңадан кодекс жазуды. Сондай-ақ бұл кодексті жазуға негіз болған біздің елбасымыздың 2018 жылғы 10 қаңтардағы халыққа жолдауында үкіметке берген тапсырмасы, содан кейін мемлекет басшымыздың игілік баршаға, әділдік, өрлеу деген сайлау алды бағдарламасында берген тапсырмасы. Жарайды. Алдымен енді халықтың денсаулығын ойлау мақсатында. Әрине, ол бірінші. Динагүл, бұған дейін енді ағза ауыстыру яки донорлық туралы осы жерде талқыладық. Дұрыс қой? Өзіңізде енді болдыңыз ол бағдарламада. Мәселе былай.
бұған дейінде мынау 2009 жылы қабылданған кодексте қайтыс болған азамат өзі көзі тірі кезінде мен донор болуға қарсы емеспін деп жазба қалдырмайтын болса, одан кейін ол кісі көз жұмғаннан кейін туыстарынан рұқсат сұрап, ол кісілер қарсы болмаса, донор ретінде ол кісінің ағзаларын пайдалануға болатын еді. Дұрыс қой. Енді қазір мынау жаңа заң деп отырмыз ғой, ұсынылды. Бұл бойынша қандай өзгеріс енгізу туралы сұрап едіңіздер сіздер? Кешіріңіз, мен осы жерде сұрағыңызға жауап берсем. Қоғамда көп талқыланып жатқан дүние. Қазіргі біздің сіздің көтерген сұрағыңыз рұқсат бойынша. Ол негізінде қазіргі қолданыстағы 2009 жылы осы қолданыстағы кодексте уже жазылған. Иә, бар дүние. Ол бар дүние. Оның біз белгілі бір жаңадан бір норманы шығарып тұрған жоқпыз. Ол қолданыстағы кодексте бар норма. Қаншалықты жүзеге асып отыр? Өйткені бізде донор жетіспейді деп жылда айтамыз. Өткен жылдың өзінде 131 азамат көз жұмды деген және дерек бар. Донор болмауының салдарынан. Демек, бұл қайтыс болған азаматтардың туған туыстары жаңағы марқұмның ағзаларын беруге көбіне келісім бермейді деген сөз ба? Рұқсат бермеу емес, енді бұл жөнінде енді мен әріптесім жауап беретін шығар. Иә, сол бойын сұрақты қойған. Рұқсат болса, осы сұраққа мен жауап беріп кетейін. Енді 2010 жылдан асты, осы бірінші кодекске сай біздің әріптестеріміз жұмыс істеп жатқанына. Бұл жаңа норма емес, жаңағы презумпция, келісім презумпциясы дейді, ол 2009 жылы енгізілген Қазақстанға. Егер презумпция туралы айтатын болсақ, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы екі презумпцияның моделін мойындаған. Оның біреуі жаңа келісім презумпциясы, екіншісі сұралған келісім презумпциясы. Енді біз испандық моделімен жұмыс істеп жатырмыз. Өйткені Испания мемлекеті бүгінгі таңда осы донорлық процесі бойынша трансплантация жағынан бәрінен көшбасшы мемлекет. Сондықтан сол дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы осыны бізге ұсынған барлық мемлекеттерге. Кодекс болса, заңды түрде реттелген болса, неге бізде донор жетпейді? Енді мен жаңа сіздің сұрағыңызға жауап беріп кетейін, толықтырып жаңағы айтылған сұраққа қандай өзгеріс енгізіліп жатыр деп. Ол дегеніміз біздің дәрігерлер, трансплант үйлестірушілер әр осындай бүгінгі таңда 2012 жылдан бері жүйелі түрде дамып келе жатыр трансплантация саласы. Содан бері 95 мәйіттік донор анықталған. Әр қайсында біздің дәрігерлер туыстарымен рұқсат алған. Жаңағы ақпарат жоқ кезінде. Енді айта кететін жағдай, дәл осы жер заңнамада көрсетілмеген болатын. Соны қазір заңдастырылу мәселесі бар. Өйткені қазір тап қайтысы көрсетілмеді. Тап жаңағы туыстарының рұқсаты. Қазіргі таңда осы бұрын болмады демек. Бұрын егер таза презумпция, келісім презумпциясы бойынша туыстары тірі кезінде, адамның тірі кезінде өзінің жаңағы былай айтқанда ұстанымын айта алады ол кісіге. Қазіргі таңда енгізілген өзгеріске сай адам қайтыс болғаннан кейін, егер де базада, компьютерлік базада ешқандай ақпарат жоқ болса, келісім бергені, не болмаса ол келісімнен бас тартқаны болмаса, не болмаса алдында заң бойынша, келісім презумпция бойынша бас тарту. Осы үшеуінің ешқайсысы жоқ болса, онда жаңағы заңға сай, кодекстің жобасына сай, егер ол қабылданатын болса, туыстарынан жаңағы рұқсат сұраймыз. Ол заңдастырылады осы мәселе. Туыстардан рұқсат сұрау деген дүние бұрында болмаған ба демек? Заңда көрсетілмеген болған, бірақ дәрігерлер дәл осы тәжірибені қабылдап жұмыс істеп келген. Жақсы, енді бұрын болмады, бірақ енді енгізілсе, туыстарынан рұқсат сұрайтын болса, бұған дейінден рұқсат сұрап келді деп тұрсыз ғой. Десе де бізде донор жетіспеушілігі болды. Енді заңға туыстарынан рұқсат сұрайды десек, бұл бір нәрсені өзгерте ме? Өзгерткенде бұл заңдастырады, дәрігерлердің жұмысын заңдастырады. Енді жаңағы донорлық мәйіттік орган болсын, қандай болсын, органның бәрін жетіспеушілігі туралы айтайын. Ол тек Қазақстанға тән нәрсе емес. Ол барлық мемлекеттерде бар. Егер айтатын болсақ, дүние жүзінде дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының зерттеуіне сай, миллион адам бүгінгі таңда ағзаға мұқтаж болып отыр. Жақсы. Қарап отырсыздар, 2012-2019 жылдар аралығында 338 ғана мәйіттік донор болған. Енді жаңа мәселені білесіздер ғой, бұдан бұрын Ақтөбе қаласында болды, Ақтөбе облысында бір азамат, жас жігітті жаңағы біреулер ұрып кеткен, сабап кеткен, одан кейін оны облыс орталығына әкеледі, бірақ
әлгі бала қаза табады, оның 2 бүйрегін 2 донорға мұқтаж азаматшаға салып береді. Бірақ туыстар біз рұқсат берген жоқ, бізде бұл дәрігерлерді сотқа сүйреп жатыр әлі күнге дейін. Ал дәрігерлер болса біз рұқсат сұраған біз дейді. Әр тартта бер тарт. Әкім мырза айтыңызшы, жаңа заңға енгізсек өзгерісте, мінекей туыстары міндетті түрде рұқсат береді, немесе жоқ дегенді міндеттеп көрсетсек, бұл біздегі донор жетіспеушілігі деген мәселені шеше ме, жоқ па? Ол қазіргі таңда жаңа сіз айттыңыз ғой, мынау заңда қосымша өзгерту немесе жаңа заңды жазу үшін қандай мәселе туынды, неден ол өзгеріс, сондай сұраныс пайда болды деп жатыр. 80 өзгеріс болды бұған дейін. Мысалы қараңыз, оған дейін ол заңда бар, бірақ ол заңдық формада қолдана алмады. Мысалға жаңағы сұрады рұқсат ауызша, бірақ оны жазбаша немесе келісімшартпен көрсетпеді. Ал енді ол шынында қазір донорлық бұл жерде енді заңның барлығында көп кодексте шикіліктері бар. Соның барлығын анықтау керек. Қоғамдық жаңағы бізде мысалы қазір 38 жаңағы қарсы болған ұйымның ішінде мысалы біздің де ұйым бар. Біз неге қарсы болдық? Себебі ол ашық талқыланбады. Неге? 2009 жылы қабылданған заңдарда ол кодексте ол жерде қабылданды, бірақ дәл қазіргі таңдағыдай ашық естуші билік деген болған жоқ. Ол кезде ашық талқылау, мынау әлеуметтік желі дамып тұрған жоқ болды. Ал қазіргі таңда оның барлығы ашық. Сондықтан оны біз халықтың бәріне оны жеткізуіміз керек, айту керек. Енді бұл жерде тіпті ғана бейне жазбаға назар аударайықшы, сосын алғашқы сауалыма келейікші, қане ұсынайық. Қазір Қазақстанда донор кезегінде 3128 адам тұр. 2016 жылы 86 адам ағза ауыстыру операциясына жете алмай көз жұмды. 2018 жылы олардың саны 131 адамға жетіп 44%-ға артты. Халық денсаулығы туралы кодексте 2009 жылдан бері келісім презумпциясы туралы бөлім бар. Яғни адам қайтыс болғанға дейін ағзасын пайдаланудан бас тартпаса, автоматты түрде рұқсат берілген болады. Қайтыс болған адамның ағзасын донор ету бойынша Солтүстік Қазақстан, Қостанай және Ақмола облыстары алда тұр. Ал оңтүстік өңірлерде бұл көрсеткіш тым төмен. Міне, мәселе анық болып тұр. Қазір оны заңды түрде туыстар рұқсат бере ме, бермей ме деп енгізіңіз, енгізбеңіз. Бірақ бұған дейінде біздің отандастарымыз қайтыс болған туыстарының ағзасын беруге онша құлықты болмаған. Енді жаңа жазба ретінде рұқсат емес деген дүниені енгізсек, бұл мәселені шеше ме? Ол мәселені шешу... Кодекстегі ең басты дүние осы болып тұрған. Жоқ, ол мәселені шешу болғанда, оған біз бір қадам жасағанымыз ғана болады да, бірақ біздің жалпы менталитет бойынша не только органды берген. Ол тіпті даже жаңағы белгілі бір жағдайда скрытие жасау керек болса, бүкіл туған туысы оны жасатпауға тырысады барынша. Ол жаңағы мүшесін бермек түгілі, сол жаңағы мүшесін ағзаны бұлғамайық, оны қорламайық деп, сол бағытта кетеді. Ал енді оған бірнеше уақытта... Қоғам дайын емес қой оған. Қоғам дайын емес. Енді? Онда заңға өзгеріс енгізгенде бір дүние өзгере ме? Жоқ, ол егер арасында көрдіңіз ба, бар, мысалға жаңа көрдіңіз, солтүстік өңірлерді көрсетті, мысалға сол жерде, ол жерде заңды түрде бар. Демек, ол жақтарда белгілі бір нәтиже беруі мүмкін. Ол жаңағы көрсеттіңіз оңтүстік өңірлерде. Ол айтарлықтай заң көрсетілмейді. Көрсеткіш болмайды. Бұл жерде Мұрат мырза, дәл осы донорлық мәселесіне келгенде заңға өзгеріс енгізу бұл меніңше шығатын қадам емес секілді нақты. Дұрыс әрине енгізілу керек, өйткені расын айтқанда дәрігерлер де қорқып қалады ғой. Ертең мына өзгеріс енбеді деген жазба болмаса, мені сотқа сүйремей ме деп. Меніңше бұл жерде қоғаммен жұмыс істеу керек секілді. Мен енді түсіндірейін, бұл жерде бірнеше бір жалған немесе соңына дейін түсінбейтін ақпарат бар. Бірінші кезекте мәселе неден шықты, жаңа Ақтөбені дұрыс айттыңыз. Мен сол мәселемен айналысып бастадым. Міне байқағанымыз, жас бала ата-анасы ойлайды, оны дәрігерлер емдеп жатыр деп ойлайды, жүрегі соғып тұр. Бірақ ол баланы сыртынан туысқанын айтпай, жаңа миы орнына келмейді деген ойды, миы өлді деген ешкімге айтпайды, туысқандар білмейді. Туысқандар ойлап жатыр, реанимацияда жатыр, емдеп жатыр. Бірақ бұл уақытта Алматыдан самолет келіп, анан жаңа ағзаларын алып басқа бірлерге дайындап жатыр. Мысалы, бұл жерде ең үлкен мәселе жаңа қайтыс болған адам деп біз айтамыз, бірақ ол жалған ақпарат, себебі шын мәнінде ол тірі адам, жүрегі соғып тұр. Тірі адам, барлық органдар соғып тұр. Бірақ кейбір дәрігерлердің айтуы бойынша миы орнына келтіру қиын дейді. Бірақ дүние жүзінде дәл сол миы орнына келмейді деген технологиялар
толық зерттеулер өте қиын. Ол мысалы Америка, басқа мемлекеттерде талай бұндай жағдай болды. Әкесі мынау баласының қасына тұрып, мені орнына келеді әлі жақындамаңдар деп сойғызбай ұстап тұрған. Бұл жерде мәселе қалай? Біз Ақтөбеде білдік, міне тірі жатқан бала жүрегі істеп тұр, бірақ оның органдарын біреуге беріп жіберген. Екінші мәселе. Мынау неге проблема тудады? Сол кезде заңда, сол кезде туысқанмен келісу керек деген талап бар. Жаңағы презумпция да бар, жаңағы, бірақ туысқан жоқ деп айтса, оған міндетті түрде тоқтату керек. 6 сағат ішінде шешу керек. Бірақ оны орындамаған Ақтөбеде. Кейін бұл кодексте соңғы өзгерістерде денсаулық сақтау министрлігі осындай ұсыныс жасады. Туысқанмен келісуді алып тастайық деді. Және біз туысқанмен келіспей жаңа сойып, оны таратуымызға болады. Біз сондай деді. Мысалы, айқай-шу содан шықты. Енді сіздер толық айтқандарыңыз дұрыс. Енді айқай-шу шықты. Біз 38 үйім қол қойдық. Президенттің атына хат жаздық. Кеше парламентте кездесу жасадық. Білім денсаулық сақтау министрлігіне жақында кездесу жасадық. Енді парламент қолдады, президент қолдады, айтты, болды, орнына қайттан келтіріңдер. Азаматтардың туысқандары рұқсат бермесе, соның ішінде туысқандардың ішінде алдымен жұбайлары, сосын туысқандар рұқсат бермесе, оны органдарын алуға болмайды деді. Жақындарда министрлік келісті. Енді қазір соңғы версиясы ғой. Дау неден шықты? Мысалы, Қазақстанда өздеріңіз білесіздер да, жақындарда 2 трансплантолог дәрігер шетелге, шетелдің адамдарында органды сатып, ұсталып, қазір қамалып жатыр. Неге? Бизнес жасаған. Адамдардың ағзаларын алып, басқа қазақстандыққа емес. Біз жаңа 3000 адам кезекте тұр дейміз да. 3000 адам кезекте тұрса, неге Израильдің адамдарына? Демек сіз халықтың осы донор жаңағы болатын азаматтар ағза алу саласында жұмыс істейтін дәрігерлерге сенім жоқ дегіңіз келіп тұр. Жоқ қазір. Өкінішке орасы ғой. Осы жерде бөлесайыншы, Мұрат мырза, сатты деп айтуға да болмайды, оны құқық қорғау органдары баға беру керек. Сатты ма, сатқан жоқ па, сіз нақты білмейтін шығарсыз. Ол 2 дәрігер расында да транспланттаған, расында да операция жасаған, бірақ сатты деп айтуға болмайды. Олар тек қана өздері сатпады деп айтуға болмайды, нақты емес енді қазір. Ол нақты емес, оны құқық қорғау органдары ғана баға беріп, оның пікірін айталады. Жаңағы марқұмның туыстарынан рұқсат сұрамай-ақ ағзасын ала берейік деген бастама болды ма? Демек сіздердің тараптарыңызда Мұрат мырза айтқан? Болды. Енді жақынарда болды ма, жоқ па? Кері шегінді. Түсіндіріп айтып кетуіме болады. Біріншіден жаңа Мұрат мырзаның сұрағына жауап берейін. Біз жаңағы тірі донорлық пен мәйіттік донорлықты бөлек айтуымыз керек әрқашанда. Мәйіттік донорлықта бізде жаңағы заңнаманың бәрі дүниежүзілік стандарттарға сай. Бүкіл басшы 11 принципі бар дүниежүзілік денсаулық сақтаудың. Соның бәрі енгізілген. Және де оның бәрі міндетті түрде орындалады. Ол солай қазіргі таңда. Енді және тірі донорлыққа келетін болса, жаңағы 2 дәрігер туралы. Олар өздерінің жаңағы қолынан келетін ісін былай айтқанда. Солар біздің транспланттауды жасайтын хирургтердің услугасы востребованный болған, былай айтқанда керек болған ол кісілерге. Сондықтан жаңағы айта кету керек, жаңағы өзімнің әріптесіммен қолдап отырмын, өйткені ол жерде ағза сатып алу деген мәселе болмаған. Оны арнайы тергеу органдары шешеді. Мәселе. Жаңа сұраққа жауап бере кетесіз бе? Сіздердің тараптарыңыздан марқұмның ағзасын алу үшін туысқандан рұқсат сұрамайық деген ұсыныс болды ма, жоқ па? Жоқ, біз бөліп айтайық, жаңағы ұсыныс болған жоқ ондай. Болған жоқ. Кодекстің жобасында болып, ол жоба деген 38 үйім хат жазып президентке. Әр жоба, кеше ғана біздің үлкен конференцияға министр қасында отырып айтты ғой. Ол талқыланады. Бүгінгі таңда осы жоба ол бүкіл халықтың пікірі деп те айтуға болмайды ғой. Онда сіз қарсысыз ба жаңағы туысқандардан рұқсат сұрауға? Мен қарсы емеспін. Иә, енді рұқсат сұрау керек пе, жоқ па деген дүние айтып отыр ғой. Жобаның ішінде болғанын білдік. Рұқсат сұрамау керек деген жобада болғанын білдік, иә? Бірақ қазір енді ол дүние жоқ. Ішінен алынып тасталды дедік. Дұрыс па? Енді 38 үйім бұл кодекске кейбір өзгерістер қарсы болды деді. 16 иә, сіздер енді 38 үйім тұтас елдің пікірі емес қой дедіңіздер. Енді біз алдымен халықтың ойын білген едік, соған назар аударайық, арнайы бейне сюжетке, сосын көрейік. Қанекей, қосайық.
Қазақстанда донор тапшы. Дене мүшесін ауыстыруға мұқтаж адамдар саны жыл санап артып келеді. Осылай деп еліміздің дәрігерлері дабыл қағуда. Мәселенің бір шешімі қайтыс болған адамдардың дене мүшесін донор ретінде пайдалану. Бірақ басты қиындық та осы тұста туындап тұр. Яғни 70% жағдайда туған туысқандар өлген адамның органдарын басқа адамға ауыстыруға келіспейді. Ал елімізде тұңғыш жүрек ауыстыру отасын сәтті жасатқан Жәнібек Оспановтың пікірінше, туған туысқандарды бұл мәселеге мүлде араластырмау керек дейді. Заңды бұлай жасау керек, туыстарды бұл мәселеден жақындатпау керек ол туыстарды. Вопрос туыстарға беріп тұрсақ, олар енді азаят біздің донор. Әр адам өз басымен сау кезінде оны шешу керек, мен донор болам ба, донор болмайым ба. Ол қиын нәрсе емес. Бір 5-10 минут отырып ойланса адам, ол бір шешімге келеді. Енді өз-өзінің моральдық, этический көзқараспен соны шешу керек. Туысқаннан рұқсат сұрау міндетті емес деген пікір. Бұл кісі жүрегін ауыстырған. Нұржан мырза, сізде мәйіттік донордың ағзасын салдырыңыз, дұрыс па? Менде 2018 жылы 4 тамызда бауыр трансплантациясы болды. Сол жағдайда, мысалы, маған негізі басқа операция жасау керек болатын. Именно сол күні, сол операция сол кезде донор пайда болды деген ақпарат келді, сол операцияны тоқтата тұрды. Сол кезде айтты, біз қазір туысқандарынан рұқсат сұраймыз. Егер туысқандар рұқсат берген жағдайда, біз сізге бауыр ауыстыру операциясын жасай аламыз деді. Сол жағдайда, мысалы, жаңа рұқсат сұрау керек деп жатыр ғой. Мысалы, сіз ойлап көріңізші да, сіз мысалы өзіңіздің ұлыңызды, болмаса жақыныңызды және жерде жоғалтып жатсыз да, қайтыс болды деген сізге ақпарат айтып жатыр. Сондай жағдайда дәрігерге келіп сізге сіздің бауырын или донор болсын деп сізге сондай ақпарат айтып тұрса, сіз сол кезде дұрыс шешім қабылдай алады ма едіңіз? Мысалы. Ондай жағдайда сұрау керек па, жоқ па? Меніңше сұрау керек емес. Өйткені айтып тұрмын ғой, жаңағыдай состояние, эмоциональный состояние дейді ғой, адамда жаңағыдай өзінің туысын, бауырын жоғалтып жатқан жағдайда сіз донор болсын, не болмасын деген шешім қабылдау меніңше өте қиын. Былай сияқты, мысалы сіздің туысқаныңыз жатыр реанимацияда, кеше біресе болды. Біз оны қалай емделіп шығады деп жатсақ, дәрігерлер оның емдеумен жұмыс жоқ. Оның ағзасы кімге сәйкес келесі деп іздеп жүр. Мысалы, көп кісілер қорқатын сол ғой. Мен қарапайым адамбыз, бір бала сауып қалған екен, оны емдеу емес, кімге ана донорлыққа таратып жібереміз деп ойлайды. Мысалы, сол жағында қарау керек. Сіз тек қана бір жақта сұранысы бар адамдар бар, бірақ қанша адамға зиян тиеді. Сосын екінші жағы бар. Мен жақын арада муфтиятпен сөйлестім осы мәселесі бойынша. 14-ші жылы олар пәтуа шығарған екен. Жүрегі соғып тұрса, жүрегі соқса, одан донорлыққа алуға болмайды дейді. Жүрегі соқса. Ал жүрегі соқпаса, ол органдар ешкімге сәйкес келмейді. Сол себептен біз халықты алдамауымыз керек. Шын мәнінде жүрегі соғып тұр, тірі адам. Бірақ кейбір дәрігерлер миы істемейді, дұрыс болмайды дейді. Сол себептен біз қарапайым азаматтардың осы қарсы болуына біз түсінуіміз керек. Екінші жағы дәстүріміз бар. Біздің дәстүрлер неге солтүстік облыстар? Неге оңтүстікте? Оңтүстікте мысалы қалай болсын адамды соңына дейін енді жан беретін де алатын да Алла, оны бір дәрігер бұл болды шыдаймынға жарамай жүрегі соғып тұрса да ағзасын алу деген, мен ойымша көп адамдар қарсы, соны түсіну керек. Немесе түсіндіру керек. Мысалы, егер дәрігерлер мықты болса, сол ағайын туысқанына түсіндіріңіздер. Біз қазір талап қойып атқанымыз ағайындардан сұрау керек. Міне ағайындардан дұрыстап, сіздердің туысқандарыңыз барып сұрасын. Маған балама мынандай органдар керек еді. Сенен бәрі осындай жағдай болды, ұрсат бересің бе десе, мүмкін сол әлдеқайда әділдік болады. Азамат адам қайтыс болғаннан кейін, оны қанша уақыт деген шектеу бар ма? Мынанша сағаттың ішінде ағзасын алу керек деген. Біріншіден, мына нәрсені түсіну керек. Адам ол қуыршақ емес, оның бауырын ала салып екіншіге ғой. Ол деген қандай адамнан алады? Мысалы, біз дәрігерлер білеміз. Міне, бала болсын, қандай адам болсын, нашар жайда түсті, миы уже кетті, ағза 1 минутта кетіп қалатын дүние емес қой. Ол суткалап әрбір дегесін айлап та жатып қалатын аурулар бірақ анализді қарағанда анализ міне кетті, енді мынау адам болмайды. Міне, мына дәрінің күшімен біз осыншама уақыт ұстап тұрмыз. Көрдіңіз бе? Кейде айрап та ұстайтын, бірақ анализға қалағанша ұстап тұра алады ғой дәрінің күшімен демек. Әрине, біз аппараттан алмаймыз ғой. Оның кеудесі үшін, жүрегі үшін аппарат істеп тұр ғой. Бірақ адам уже практически жоқ. Бірақ бізде, мысалы, шетелде мынандай ұғым бар.
міне 24-48 сағаттың ішінде мына анализдер жөнге келмеді ме? Адам болмайды, созбаңдар дейді, тоқтатыңдар дейді. Ол деген бұдан 30 бұрын ол жаққа кірген ұқым. Бізде сол уақыттан бері қазірге шейін қанша уақыт болса да біз сол адамды ұстаймыз. Аппарат жұмыс істейді. Миллиондаған ақша кетсін, біз оны аппараттан алмаймыз. Қандай ақша? Біз білеміз, ол бәрі уже өмір сүре алмайды. Бірақ соны білмей тұр. Діни қызметкерлердің пікірін жоқ, енді түсініңізші, енді міне жалған сөз деп айтар едіңіз, енді алдымызда қандай таптамаша адам тұр да. Дәрігерлер енді басы екі емес, сондай не адамдар емес қой. Ол деген қандай үлкен жұмыс. Ол бәрі қарап, зерттеп, сосын әрбір адамның бауыры бір-біріне келе бермейді. Адам тез өле салмайды. Ол деген бір сондай сложнейший жағдай. Ол шешімге келу оңай нәрсе емес. Ақтөбе 2-ақ күн жатты бала. 2-ақ күн жатқан баланы. Значит, уже анализдар катастрофический. Осы жерде айта кететін жөн, ми өлген жағдайда ғана ағзалары алынады. Ми өлген жағдайда ғана. Жүрек істеп тұр, адам организм істеп тұр. Солай организм болғанда, организм толық істеп тұрған жоқ. Оның аппараттың күшімен, техниканың күшімен, оның бауыры немесе басқа да ағзалары істеп тұрады. Техниканың күшімен. А ми өлген. Және мен қостап кетейін әріптестеріме. Мұрат мырзаның жауап беріп кетейін сұрағына. Жаңа кодекс деп жатырмыз ғой, жазылған. Ол жерде аппаратты туыстардың рұқсатынсыз өшіруге мүмкіндік бар ма? Біз өшірмейміз. Туыстар сұрамаймыз да. Бірақ туыстың ішінде бар емес пе? Біз сұрамаймыз да, оны өшірмейміз. Тұрады солай. Жақсы. Адамның миының қайтыс болу, констатация смерти мозга дейміз, сол туралы айтып кетейін. Ол Америкада 60-шы жылдар, 70-шы жылдар ескерілген, нақтыланған, оның бәрі бүгінгі күнде дәлелденген. Адамға миы қайтыс болғаннан кейін ол қайтып келмейді өмірге. Ол қайтыс болған адаммен тең. Өйткені ол тексерген кезде ол жай ғана міне келіп бір дәрігерлер айта салмайды. Ол процесс. 6 сағаттан 72 сағатқа дейін созылатын процесс. Әр сағат сайын дәрігерлер келіп тексереді. Сонда золотой стандарт дейді, алтын стандарты бар оның. Двигательный дейді, кашлевой дейді, басқа да рефлекстері бар. Содан кейін инструменталды әдістер бар. Соның бәрі қолданылады, дәлелденеді. Консилиум дейді. Осы жерде бір сұрақ, дәрігерлер қате деген болады ғой. Дәрігерлер қателеседі ғой. Сонда бір дәрігерлер қателеседі, мысалы, аудандық ауруханада. Ол бір дәрігер қателесуі мүмкін. Бір адам қателескен үшін, бір адамды бұл жерде үлкен дәрежесі бар, үлкен тәжірибесі бар. Дәрігерлер консилиум құрады. Кезек тексереді. Бір емес, бірнеше мәрте. Содан кейін барып оларда адам. Оларында туысы бар, бәрі дәрігерлерді кәдімгі халықтан шыққан адамдар. Сіз ойланыңызшы, Қазақстан қандай дәрежеге жетіп тұр, представляете? Бүгінгі таңда Қазақстанның трансплантациясы тынды елдерінде басқа күшін салып тұр. Ол деген өте биік дәреже. Бірақ оны түсінбей тұр. Кез келген екі трансплантолог енді қамалып жатыр түрмеге. Жоқ, ол басқа түсінік. Мен жаңа айтып кеткем ол туралы. Керемет дәрігерлеріңіз, мақтаған дәрігерлеріңіз халықаралық деңгейде сотқа мәйіттік донорлық процесс туралы айтып кетейін, қысқаша ғана. Қандай жұмыстар атқарылып жатқанын сізге түсіндіру үшін пайдаланып. Мына нәрсені халыққа түсіндіре кетейікші. Нақты, кімде-кімнің туысқаны көз жұматын болса, туыстары біз оның ағзасын ешкімге бермейміз десе, бітті. Оған ешкім тиіспейді. Нүкте. Жақсы. Енді көзі тірі донорлар, тірі адамдар донор болғысы келеді. Мұның процесі қалай жүреді? Тек туысқанға ғана бере ала ма ағзасын? Туысқанға бере алады. Басқа бөгде адам мүлдем қарастырады. Және де тіндік сәйкестігі болу керек. Және де. Жай туысы келмейді оған. Жақсы. Мына нәрсені анықтау керек секілді. Енді Нұржан мырза айтып тұр ғой, жаңа бауырын алдым дейді өзге азаматтың, жаңа сюжеттегі азамат жүрегін алған. Енді бұл кісілер рұқсат сұрамау керек дейсіздер туыстардан. Дұрыс қой. Сіздердің пікір сондай. Өйткені сіздерде қажеттілік болды. Бұл бір тарап. Екінші тарап бар, бергін келмейді дейтін. Олар неге? Өйткені олар туыстарын қала 12 мүшесімен келді, сол күйінде жер қойнына тапсырсақ дейді. Сондықтан осы екі тарапты біріктіретін бір орта керек секілді, ортаға келіп сөйлестіретін нақты алтын көпір болады. Әкім мырза, сіз не ұсынар едіңіз? Нартай мырза, қараңыз, мында қазір тәуелсіз сарапшы ретінде айтыңызшы. Мында қараңыз, түрлі проблема бар, бұның шығатын жолы. Мысалға, ол адам тірі кезінде өзінің донорлық келісім шартын келіспеймін деген позицияны қою керек. Ол өте оңай нәрсе. Мысалға, қазір келген адам сақтандыру медициналық жүйесінде оның статусы бар. ЕГОВпен кіріп, жеке кабинетіне кіріп, өзін көре алады статусы. Мен сақтандырылғанмын,
немесе сақтандырылмаған. Сақтандырылған ол өзінің жаңағы сақтандыру жарнасын төлеп отыр, мекемеде жұмыс істейді. Оның статусы бар. Демек, оған қазіргі таңда көптеген жеңілдігі бар, жаңағы қымбат операцияларды жасап береді. Сол секілді бір тетік қана жасау керек. Ол шешімі менің ұсынысым. Сонда ол адам жүру барысында оған көп түсіндіріктер керек, түсіндіру жұмыстарын жасау керек. Сонда адам өзі таңдайды. Мен донор болам ба, болмайым ба? Жақсы. Демек, сол жерде сол статустың қасында қойса, ол цифрлық база, электрондық денсаулық паспортын жасап жатырмыз. Бірақ осы нәрсе бір нәрсе 2009 жылы бұл өзгеріс енгізілді. Бірақ осы уақытқа дейін компьютермен адам қай жерге тіркеледі, ол жоқ. Мысалы, мен қарсы болайын деймін десем, бір тіркейтін үйім жоқ. Осы уақытқа дейін министрлік айтып отыр, енді жасаймыз дейді. Сонда мен қарсы болсам, жазатын жерім болмаса, значит, біз бәріміз келіскен болып тұрмыз. Мысалы, басқа ешқандай жоқ, сол ғой. Егер ресми түрде қарсы болуға тіркейтін қазір бір жүйе жоқ. Қазір міндетті медициналық әлеуметтік сақтандыру бойынша болады қазір. Бірақ мамыр айында жасаймыз деп отыр, кеше сұрадық. Бірақ енді кодекс қабылдаған 9 жылдан бері 11 жыл өтті. Мұрат мырза, былай қылайықшы енді. Цифрлық форматта дайындаймыз деп жатырмыз. Донорлық деген нәрсе енді мінекей нақты түсінігін бердік қой деп ойлаймын мен, иә. Сіздер енді мінекей 38 қоғамдық ұйым жаңа кодекстің 16 нормасына қарсымыз. Тағы қандай бөлімдер сіздердің көңілдеріңізден шықпайды? Біз қарсы болған ұсыныстарымыз бар. Мына жерде барлығы нақты қайсы? Соның ішінде шетелге адамдардың жаңа донорлық органдарын алып шетелге жіберу. Біз айтамыз, шетелге жіберуге болмайды, қалай болса да. Енді оны ашық жазбаған үшін кімге апару керек деген, шетелге деген. Екінші мәселе, жаңағы адам ауру халде жатса, туған туысқандарымен келіспей, оны аппараттан өшіруге болады деген ұсыныс жасап жатыр. Біз оған қарсымыз. Адам аппараттан өшіру үшін міндетті түрде туысқандан сұрау керек. Сосын мынандай бір ұсыныс бар министрліктікі. Біз адам енді қайтыс болған кезде көп адаммен ағайындымыз, туысқанымыз бар. Қазір министрлік айтады, адамдардың органдарын, то есть анау денесін сою керек дейді. Және соны сою керектің несін мысалдарын көбейтіп жатыр. Почти барлық жерде сою керек. Мысалы, қазір азаматтар қарсы. Егер біз өлгеніне, қайтыс болғанына күмәніміз болмаса, оның несін соясыңдар? Несі бар? Одан да бар денесін беріңдер, біз барып жерлейміз. Мысалы. Осы жерде тағы бір үлкен мәселе, медицинаға қатысты, медициналық ақпарат жүйесі ашық түрде көп адамдардың қолдарына кетіп қалып жатыр. Біз оны барлық ақпарат маған қатысты болса, мен шектеуім керек, басқалар оған қарамау керек деген ұсыныстар. Жарайды. Мен айтып кетейін. Жаңағы комментарий, жаңағы айтып кеткен сөз донорлық ағзаларды шетелге шығару туралы. Иә, түйіндеп қысқаша. Осы таңға дейін мен бағана айтып кеткем, 95 мәйіттік донор анықталған. Олардан 368 донорлық ағза алынған. Соның барлығы қазақстандық азаматтарға трансплантталынған. Енді шетел азаматтарына ешқандай қазақстандық азаматтардың жаңағы донорлық органдары қолданылуға тыйым салынған. Ондай жаңағы әңгімелердің бәрі білмеймін қайдан тарап жатқаны, оның бәрі бізге анық, ашық, ол жоқ. Министрліктің парламентке берген ұсынысында шетелге бұл жобаға бірақ біз сол жобаға қарсымыз. Жобаға үндемей қалса, сегіз жаңағы отырыс болды. Шетелде тұрған азаматтарымызға өзінің ұсынысын білдіре алады. Жоқ, ол жерде Қазақстанда жазылмаған ғой. Жоба түзету азаматтарға. Енді қазір біз ұсыныс бергеннен кейін кеше министрмен кездестік. Бертанов мырза айтты, болды. Біз тек қана Қазақстан азаматтарына беруге рұқсат береміз. Бұрын ондай жазылмаған тұғын. Дұрыс, қазір бұл мәселе парламент мәжілісінің депутаттарының қарауында. Стандартта бар. Енді ақпарат жинау деген дүниеге келейікші. Ақпарат жинау деген дүние арқылы парламентте кездестік. Парламентте енді министрлігіңіз қарсы ма өзгеріске түсінбедім. Сіз қайта-қайта айтыңыз. Қарсы емес. Қарсы болса айтыңыз онда. Парламентке. Парламент депутаттары бізге ұнамай жатқаны сіз білетінде айтып жатсыз. Біз мына өзгерісті қолдаймыз. Айтқан жоқ дәрігерлер осындай донор ағзаларды алғаны жөнінде, алайын деп жатқаны жөнінде. Ондай ұсыныстар болды. Ал енді мен бір қысқаша ғана айтатыным, жаңағы бұл енді жобаға қатысты. Әр жоба, ол жоба, ол қабылданбаған заң. Ол бір. Екіншіден, әзірлеуші мемлекеттік орган денсаулық сақтау министрлігі жаңағы талқылау жұмыстарын бәрін қамтамасыз етіп жатыр. Бірақ қабылдайтын осыны парламент депутаттары.
Сондықтан мен ойлаймын барлық жаңағы өз ойымызды айтпасақ ол қабылданып кететін болып жоқ, тұр ғой. парламент депутаттары бәрін ескереді. Сіз де дәрігерсіз ғой. Мемлекеттік емес ұйымдардың бәрін жаңағы біз ұсыныстары көтеріп жүргеніміз де сол ғой. Жаңа сіздер жаңағы ұсыныс дұрыс бермедіңіздер деп айтып отырсыздар. Бірақ кейбір дәрігерлер айтады бізге, сіздер дәрігерлер емессіздер, пікір айтуларыңызға болмайды дейді. Мен айтам, енді ол бізге қатысты мәселе ғой. Азаматтар денсаулығына қатысты. Қалай демей қалады? Мен мынау ақпарат жинауға қатысты қай дүниесі көңіліңізден шықпай тұр, Мұрат мырза айтыңызшы. Мысалы, көпшілікпен ақылдаспай жасаған. Біз бірнеше рет айттық. Осы ақпарат жинауға қатысты, Мұрат мырза. Ақпарат жинауға қатысты мысалы мынандай мәселе. Әр адам әртүрлі аурумен ауруы мүмкін. Біреуі психологиялық аурумен, біреуі рак, біреуі басқа. Бірақ көп жағдайда кейбір адамдар ол ауруын жасырғысы келеді. Ал ашық ақпарат болғасын, кез келген дәрігер анаған кіріп, бөлім бойынша міндетті түрде беру керек. Көрші поликлиникадан оны жазып алып, таратуына болады. Сол себептен өткен жылы көп ақпараттар интернетке шығып кетті. Мысалы, бір адам ауырады, бірақ ауруын біз біліп тұрсақ, оған зиян тигізуіміз мүмкін. Жақсы. Бірақ министрліктер кеше біз келістік парламентте. Оны біз шектеуіміз керек. Егер кейбір адам менің ақпаратым таратпа десе, таратпау керек деген кетті. Қандай қажеттіліктен болды бұл ұсыныс? Міндетті түрде барлық науқасы ауруы дерті жариялану керек осы жерде мен айта кетейін. Мысалға адам оның противопоказаниялары бар дейді медицинский. Бірақ ол ауыр халде болып қалған жағдайда, мысалға экстренный случай дейміз ғой, жедел медицина көмек керек жағдайда, оған анестезия, басқа да мысалға дәрілерді қолдану керек. Бірақ мүмкін оның противопоказаниялары бар шығар. Мүмкін ол кезінде бір аурулармен ауырып, енді бұл дәріні көтере алмайтын шығар. Сол үшін бұл ақпарат бізге қажет еді. Сондай мақсатпен бұл норма отырған. Жалпы сұраныста бұл жерде, мынау біз цифрлық қадам бастадық, медицина саласы жақсы келді, бірақ бұл жерде белгілі бір деңгейде барьер қою керек, статус қою керек. Мысалы, жаңа айтып тұр, менің жайлы ақпаратты МИС системасы, АИ системаға отырады да, кез келген дәрігер, оның логин, паролі бар, менің иінім тереді, мен жайлы электронды денсаулық паспортымды көре алады. Бұған шектеу қою керек. Дәрігерлер көрсе, ода тұра қандай түсінікті, ол жақсы. Бірақ осы жерден тарап кету бар ғой. Көрдіңіз ба? Ол жерде мейірбикелер де көре алады. Мейірбикелердің де, өйткені дәрігердің логині құпия емес құжат. Құпия емес. Енді қараңыз, бұл дәрігер болсын, мысалға, емхана бойынша тіркелген емханасының дәрігері көрсін. Ал енді, мысалы, жаңа айтып жатсыз, скорыймен барды, ол скорыйда база бар. Түсінікті. Ол жедел жәрдем түскен кезде, реаниматологтар қарайтын кезде, оның да бір белгілі бір статустарды қою керек та. Сол кезде ол сақталуы керек. Енді тағы бір мысалға қарсы болған нәрселерге, мәселен Нұр-Сұлтан қаласында тіркелген ауруханаңыз, емханаңыз осында, бірақ сіз мәселен Орал қаласына барып ауырып қалдыңыз. Осы жерде айта кетейін. Жақсы емес пе көрген дәрігер? Жоқ, дұрыс қой. Көрген жақсы. Мен өзім дәрігермін. Мен ол жерге барған кезде мен қазіргі адам рұқсат беру керек қой. Менің өзімнің ECP-мен сол жерге тіркеле аламын уақытша. Мен сол жерде Telegram каналда Еговтың ботымен мен бір 10 минуттың ішінде, 5 минуттың ішінде сол емханаға тіркелемін. Сөйтемін да сол жерге барып көремін. Сол кезде мен тіркелдім өзім. Сол кезде барлығын көре алады. Қандай шектеу ұсынасыз? Жоқ, шектеу мұнда өз рұқсатымен. Менің рұқсатыммен, мұнда қараңыз, мен жайлы жалпы ақпарат бар. Ол иінім, адресім болсын. Демек, бірақ менің денсаулығым жайлы түбегейлі. Мысалға менің мұнда мысалға кейбір науқастар бар, ВИЧ жұқтырған. Ол өте қоғамда қарсы ой туғатын болғандықтан, ол конфиденциально. Сол науқасын айтпай өзелі керек жұқтырғандар да бар ғой? Жоқ, ол жерде оның статусы болады, кодпен жүреді. Оның барлығы, мысалға, ол дәрігер келді, қан тапсыру бәрісінде көрініп тұрады. Сол мәселенің кезінде ол құпия болу керек, бүкіл жаңағы электрондық денсаулық паспорта. Сол кісі мысалға кезінде рұқсат бермеген кісі мысалға, ауыр халде жатқан жағдайда, ол өзінің рұқсатын білдіре алмаған жағдайда, бірақ оған демде оған мысалға медициналық көмек керек. Сол кезде қалай біле алады? Оған жедел жәрдем барады ғой. Мен айта кететін жөн, біздің мына жобада норма бар, мысалы медициналық қызметкердің құпиясы деген. Ол құпияны жарияламауға тиіс, кез келген медициналық қызметкер. Егер жариялайтын болса, пациенттің рұқсатынсыз, онда оған жауапкершілік көрсетілген, көзделген. Кімнің жариялап жіберген қайдан білеміз? Өткен жылы интернетке шықты, бір адам жауапкершілікке тартқан жоқ. 107 адам ба интернетке шығып кетті барлық аурулар. Қарастырылған ма жүйеде? Айтыңызшы. Әрине ол жүйеде қарастырылған ма осы дүние? Нақты кімнен кеткенін қалай білеміз?
оны құқық қорғау органдары біледі. Ешкім тапқан жоқ қой сол адамдарды. Ол сұрақ құқық қорғау сол себептен органдарға біз ұсындық. Қазір парламент бізге келісіп отыр. Жұмыстары. Жоқ, біз парламент бізге келісіп отыр. Тек қана ауыр халде жатқан адамдардікін ашуға болады. Қалған уақытта әр адам өзі рұқсат беру керек. Табу таппау ол басқа сұрақ. Табу таппау ол басқа сұрақ. Ол мысалға айтып жатырмын, жауапкершілік көрсетілген. Ол жауапкершілікті мысалға құқық қорғау органдарға береді, қозғайды істі мысалға. Олар іздейді кімнің кінәсінен, кім оны жариялаған. Ал сол аралықта адамға үлкен психологиялық соққы болуы мүмкін ғой. Әрине. Енді мысал келтірейін. Адамды өлтіруге болмайды, дұрыс па? Заңда жауапкершілік көзделген, дұрыс па? Адамның өмірі біздің конституциямыз бойынша ең ерекше бірінші орында отырды. Бірақ сонда да қазіргі таңда жаңалықтардан көріп жүрміз ғой. Адам өлтіру фактілері бар. Тура сондай, бұл адами фактор дейміз. Жақсы, Мұхаммед Мырза, негізі өмірде былай сәтсіз мысал деген болады, соның біреу болып қалды ғой деймін, дүние. Жақсы, енді талқылауды жалғастырайық, ары қарай жаңағы арнайы ақпараттар дедіңіз ғой, әркімнің ауруына, науқасына байланысты, дертіне қатысты ақпараттарды беру-бермеу туралы дүние айтылды. Меніңше бұл жерде дәрігер, егер қандай да бір дәрігер жеке ақпарат таратып жіберетін болса, оны кімнің анықтау керегінде білу керек секілді. Өйткені енді тек құқық қорғау орындарын артып болсақ, бұл да мәселенің шешімі емес секілді көрінеді. Әрине, оны мына медициналық ұйымдардың да жауапкершілігі бар ғой, оларды анықтау керек, әрине. Арнайы жүйеңізді бақылауға болады ғой? Болады, мысалға қараңыз, ол жерде барлығы РЦР дейміз, электронды цифрлы здравоохранение, сол жерден мысалға сол иінмен мысалға кім поиск жасады. Сол бойынша қай мекемеден тіпті IP адресінің қандай логин парольмен кіргенін тауып алуға болады. Әр кірген адамның ізі қалады. Толық сол шыққан ақпаратты кім іздеп қай жерден шыққан. Енді мына мәселені қараңыздар. Біздің елімізде енді дәрігер бар, жетіспеушілікте көрініп жатыр десе енді өткен жолы педагог мәртебесі туралы айтқанда да білім және ғылым министрі айтып еді, біздің елде 5 мыңға жуық жақсы, мықты маман ұстаз жетіспейді, бірақ 40 мыңға жуық жыл сайын студент осы мұғалім мамандығы бойынша мектеп тәмамдайды деген. Енді соны статусын арттыру үшін, оған жастарды көптеп тарту үшін өзгерістер енді педагог мәртебесі туралы заң қабылданды ғой. Сол секілді қараңыздар, 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап дәрігерлердің де жалақысы 30%-ға, мейірбикелердің жалақысы 20%-ға өсті. Дұрыс қой. Енді бұдан бөлек медициналық қызметкерлердің статусын арттыру дегенде бағыт бар. 5-ші бағыт дейміз, кадрлық саясат дейміз, жаңа ұсынылып отқан кодекстің ішінде. Бұл бойынша тағы не істелуі мүмкін? Енді мына жерде Наталья, мен айтып кетейін, мынау 30-шы тармақта 275-тен бастап 280-шіге дейінгі статьяларда бұл жерде жалпы мысалға министрліктің нормативімен дәрігерлер жүреді, бірақ ол дәрігерлерге министрлік жауап бермейді. Жергілікті билік, жаңағы жергілікті әкімдік жауап береді. Енді дегенмен бұл жерде дәрігерлердің статусы қорғалмаған. Ол жерде жалпы ол не істеу керек, не істеуге міндетті деген мәселелер айтылғанда, бірақ жұмыс барысында дәрігер оған мысалға белгілі бір мысалға ішкі істер қызметкерлерінің маманында жұмыс барысында егер оның тіпті погонын жұлатын болса, белгілі бір статья бар. Жарайды, түсіндік. Жазаланды. Дәрігерлерге ондай қолданбайды. Өздеріңіз қазір әлеуметтік желіде көріп отырсыздар, тіпті сабақ кетіп жатыр. Сұрап отырғанымыз ғой, статусын арттыру үшін не қарастырылып отыр? Бізде мына кодекс жобасына іліспе заң жобасы бар. Қазіргі таңда парламент мәжілісінің қарауында жатыр. Ол жерде біз 21 заңнамалық актілерге өзгерістер мен толықтырулар енгізудеміз. Осы кодекс жобасымен сәйкестендіру мақсатында. Сол жерде біз әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекске кіріп жатырмыз. Ол жерде біз сіз айтқандай мысалға дәрігерлерге біреу қол сұғатын болса, мысал келтірдіңіз ғой, мысалы құқық қорғау органдарының өкілдеріне біреу қол сұғатын болса, дәл сонда аналогиялық норманы көздеп отырмыз. Қазіргі таңда парламент мәжілісінің қарауында кодекс жобасы да, заң жобасы да іліспе. Сол мәселені қазір сөзіңізді бөлейін. Сол мәселені міне мұғалімдердің статусы болады деген кезде біз дәрігерлер ойладық. Дәрігерлерге ондай болмас екен дегенде министрліктің тарапынан айтты. Кодексті енгіземіз, демек кодекстің дәрежесі заңнан жоғары деді. Мақұл құп көттік, бірақ мында көп нәрсе талқыланбаған. Жаңа сіз айтып жатқан жобаны ұсынған нәрсені біз көре аламыз ба дәрігерлер? Біз соған белгілі бір өзіміздің ойымызды, пікірімізді айта аламыз ба қоғамдық ұйым ретінде? Мүмкін ол жерде де айтылмай қалған шығар. Деп тұр ғой енді әкім мырза. Мүмкін ол жерде де толыққанды ашылмай қалған шығар. Жақсы. Қазіргі уақытта мына парламент мәжілісінде жұмыс тобы құрылған мысалға. Біз осы күнге дейін 9 рет халықпен жария талқылау жүргіздік.
онлайн режимінде де. Мысалы, біз осы кодекс қабылданғанша біз талқылауды жүргізе береміз ары қарай. Келешекте де ұсынысты бере алады. Ұсыныстарды бере алады. Әрине біз оларды талқылап жатырмыз. Мұрат мырза мысалға өткен жылы 14-ші ақпан күні дөңгелек үстелге қатысқан, мысалға басқа да қоғамдық ұйымдардың өкілдері қатысқан. Барлық қазіргі уақытта осы 38 ұйым айтып жатырмыз ғой, ұйымның өтініштері, мысалы талап тілегі қазір қаралуда, мысалы осы парламент мәжілісінің жұмыс тобында. Олар нақты соңғы шешім солар қабылдайды. Өйткені мәжіліс қабылдайды. Мәжіліс мақұлдайды, мысалы кез келген заң жобаны, кодекс жобаны мақұлдайды. Жақсы. Енді бұл тұрғыда дәрігерлер туралы неге біз шыжымыз болып осындай тақырып талқылаймыз? Өйткені олар сізбен біздің денсаулығымызға жауапты. Дұрыс қой. Біздің жанымызды алып қалушылар ғой, былай айтқан еді. Сол кісілердің біліктілігіне көңіліңіз тола ма деп қарапайым халықтан сұрап едік. Не деді? Жауабын тыңдайық. Қане? Профессионал бір толковый врач жоқ. Дұрыс диагноз қоя алмайды қазіргілер. Кейде вот болады, мұндай дәрігерлер болады, сразу бүкіл істеп береді. Қалай керек? Көбісі сізді жібереді кабинеттерге, олар басқа кабинеттерге жібереді, солай жүресіздер. Жалпы үкіметтің емханасына барып жатырмын, жақсы. Екінші поликлиникаға осы жолдасым жуырда инсульт алып, сонда емделіп шықты, жақсы, жаман емес. Терапевттерге толмайды. Но бывают, наверное, разные случаи, бывают ситуации, когда мы даже сейчас в соцсетях сидим, мы же видим, да, что случается там и по вине врачей, там признают, не знаю. Но я думаю, разные бывают случаи, это, наверное, ну, хотелось бы, конечно, верить. Қазір анда-мұнда шапқылатып жүгірте береді, одан сайын ауыртып, одан сайын жаңағы ауруыңды ушықтырып, 1-2 ай болсын создырып, қаншама нелерді. Енді оның өзінің білмегені ғой, анда-мұнда шапқылата береді. Сенбеймін, құр өтірік ақшалады. Не, дәрілер қымбат. Жақсы еді. Сұхбат алатын кезде дәрігерден жапа шегіп қалған азаматтар ұшырасқан шығар деп олайық. Әйтпесе енді мінекей адамның ағзасын ауыстырып та көз түріп жүрген азаматтар мінекей алдарымызда бар. Ол үшін де біздің отандық мамандардың да мықтылығын бір ауыз айтуымыз керек. Барлығын бірдей даттауға болмайды. Солай ғой дейді. Бұл тек Қазақстан емес. Мен біраз елде болдым. Стокгольмда, Швецияда болдым, Турцияда болдым, Англияда. Сосын жай қарапайым адамдардан сұраймын, сіздің дәрігерлеріңіз қандай? Біздің дәрігерлер ақша алғаннан басқа дым білмейді. Бастарында дым жоқ. Неге өйтіп ойлайды? Вот қазір сондай тенденция болып бара жатыр да, мынау әлеумет жүйесіне отырып алып, сол бұрын естеріңізде ме, дәрігер десе мысалы, жай бір пенициллин жасағанның өзіне риза болып, халық басқаша болатын. Міне, қараңызшы, қандай тамаша азамат, иә, өмірін сақтап қалды. Қандай дәрігерлер, қандай дәрежедеңіз шеш. Ал бір енді қазір жұрттың бәрі ойлайды, соның баласы ғана тек сондай керемет. Мен мысалыға сізге 18 жылғы болған менингококкты инфекцияны айтайыншы, тоқтай тұрыңызшы. Қысқанысқа, былай қылайыншы. Осы бір пікірді бар ғой, менингококк туралы пікірді, сіз бар осы таймерде 30 секунд бір түйіндеп айтқаныңызды қалап тұрмын, бір әдемілеп тұрып, иә. Сондықтан осы кодекс ұсынып жатырмыз ғой, қабылданады деп жатырмыз енді. 90 сөздің толықтай түйінін айтайық. Таймердің уақыты келді. 30 секунд ұсыныстар бар. Ұсыныстар әлі де қабылданады. Оны қайда жолдау керек? Және осы кодекс қабылданатын болса, дәрігерлердің статусын арттыратын, кодекс қабылданатын болса, оның жедел қатесі жүзеге асу үшін не істеу керек деген сұрақты ортаға тастайын. Алдымен Әділ мырза, өзіңіз. Енді айтарым, транспланттауды дамыту керек. Қазақстандықтар басқа елдің транспланттау жүйесіне тәуелді болмау керек. Ол біріншіден. Екіншіден, әр қазақстандық, мен өзім ойым, бәріміз қонақпыз бұл өмірде, тірі кезінде өзінің ұстанымын тіркеп кету керек. Қайтыс болғаннан кейін туыстарын жақсы көретін, құрметтейтін туыстарын қиын шешімнен қорғап қалу үшін. Рахмет, Нұржан. Мен бұл кодекс бойынша өз қолдаймын, өйткені адам бір кішкене ғана мүмкіндік бар да, мысалы қайтыс болып бара жатқанда бір жақсылық жасау, ол сол өзіміз мысалы басқа ауру адамдарға мысалы өмір сыйлау. Сол арқылы мысалы ол адамдар мысалы біздер мысалы қабылдаған да, олардың бір бөлігі бізде өмір сүріп жатыр. Біздер өмір бойы ол кісіні үнемі ол кісіге артында дұға тілейміз да, үнемі олар біздің ойымызда, және ол кісі жайында үнемі біз жақсы ойлаймыз. Және бұл жайын
Донорлық емес, өзге қырынан айтайықшы. Иә. Негізінде сіз басында дұрыс айттыңыз. Нағыз біздің басты мақсатымыз бұл көрсетілетін медициналық көмектің сапасын жоғарылату, көтеру. Сол үшін біз әрине бұдан ары қарай болашақта келешекте әр заң жобаны, әрбір нормативтік құқықтық актіні осылай қоғамдық ұйымдармен бірге, қоғамдық ұйымдардың өкілдерімен бірге талқылағанымызды жалғастыруымыз қажет. Рахмет. Әкім мырза. Енді біз қазір мынау барлық талқылауға ашық талқыланған дұрыс, алдай талқыланды дейді, бірақ кімдермен талқыланғандығы ашық емес. Сол нәрсені білсек, бір, екіншіден мысалға талқылаудан әдемі нәтиже бар. Мысалға грантта оқыған студенттің мына кодексте қаралған әдемі заңды түріне қарамастан кез келген медициналық мекемеде жұмыс істеу керек 3 жыл деп көрсеткен. Сол секілді барлық нәрсені осылай келісіммен өткізсек, біз әрқашан дайынбыз. Әсіресе дәрігерлер статусы бойынша біз сіздерден кері байланыс күтеміз. Жақсы, Динагүл ханым, ал өзіңіз. Ал енді қалай болса да бұл шешімді парламент мәжілісінің депутаттары заң түрінде қабылдайды. Ақырғы сөз сол кісілерде болады. Бірақ өз басымнан Мұрат мырзаға өзімнің үлкен рахметімді айттым береді. Тәжірибем бар дәрігер болғасын мен 40 жылда осы инфекцияда жұмыс істеп келе жатырмын. Бұл кісі дөңгелек столда жаңағы вакцинаны сондай жақсы айтып түсіндіріп берді. Ол вакцинацияны жасау керек екенін дәлелдеді. Бүгін ол сұрақ көтерілген жоқ. Неге айттыңыз? Мен енді бір айтатым, мен де жақсы сөз айтқым келеді. Дәрігерлерді құрметтейміз, олар бізге көп пайдасын тигізеді. Бірақ кодекс бұл дәрігерлердің конституциясы. Кодекс нашар болса, біз дәрігерлерді адамдарға қарсы қоямыз, ашуландырамыз, ренжітеміз. Сол себептен ашық түрде ақылдасқанымыз дұрыс болды. Біздің берген ұсынысымызды парламентте, министрлікте көбісін қабылдады. Қабылдамаған әлі де ақылдасамыз. Бірақ осылай келісіп пішкен тон келте болмайды дейді, келісіп жасауымыз керек қайсымыз. Жақсы. Сонда да айта кететін бір сөз, инфекционистерді айтайыншы, міне, вакцинациясын керегін корона инфекция дәлелдеп тұр. Былай қылай. Дұрыс айтасыз. Кодексте көптеген өзгерістер ұсынылды. Талдайтын тақырып өте көп. Бүгін біз ойладық енді кодекстегі бүкіл тақырыпты бір ауық біз талдап бітеріміз дедік. Аяқта бүгін нүктесін қоятын шығармыз дедік. Бірақ олай болмай шықты. Өйткені әрбір тақырып бір бағдарламаға жүк болатындай болып тұр. Сондықтан бұл тақырыпты алда да жалғастыратын боламыз. Ең басты мына нәрсені айтайық. Еткен еңбекте кеткен кемшілік болса, ел сынай, халық сынай. Президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы өзінің кемел шешімімен айтты ғой. Бұқара мен биліктің арасында диалог болу керек деді. Сондықтан билік пен бұқара бір-бірімен сөйлесуге міндетті. Оның ішінде адамның өмірін сақтап қалу үшін өзінің бар білгенін жұмсайтын дәрігерлердің жұмысына біз салғырт қарай алмаймыз. Оларды бағалаймыз. Тек сіздердің жұмыста қателік кетпесін деген бізде тілек бар. Және сіздердің жұмыстарыңыз неге қатты сыналады? Өйткені мен тікелей эфирде қате жіберсем, ертең әлеуметтік желіде жазып, тағы кешірім сұрай аламын елден. Ал сіздердің дәрігерлердің тарапынан қате кетсе, адамдар туған туысынан кейпенде өмірінен айырылып қалуы мүмкін. Дұрыс па? Сондықтан бізден өтініш, қателеспеңіздер. Десе де біз ауырсақ, біз тек өзіміздің отандық дәрігерлерді даттай бермейік. Өйткені бізді Түркиядан болмаса, Сеулден болмаса, Израильден кеп ешкім емдеп кетпейді. Бізді емдейтін жағымызды сақтайтын отандық дәрігерлер. Рахмет сіздерге. Ал құрметті көрермен, бүгін айтқанымыз алтынның ұнтағында айналса, ертең тікелей эфирде қайта жолығайық. Сау болыңыздар.